Міне енді сіздерден бүгін 3-ші сабақты түсіндіріп берем. 3-ші сабақта бізде СНР, общий СНР екіге бөлінеді. Resistance және support деп. Ал resistance деген бізде бағытты түсіреді, support деген бізде бағытты көтереді. Осылай үстіп дәптерге жазып аласыздар, и потом қазір мен сіздерге көрсетем. 15 минут бар, 1 сағаттық бойынша, 4 сағаттық бойынша. Общий 4 сағаттан бастайық. Есіне зонасы сызамыз. 4 сағатқа кіреміз. Мынаны былай істейміз да. Мына жазып алыңыздар деп ойлаймын. Мынаны өшіріп тастайық. Мына бізде мына жерде есіне зонасы. Мынандай прямоугольник аласыздар. Өткенде көрсеткен ғой, прямоугольник аласыздар. Егер мынандай жасылдың фитилі кішкентай, қызылдың фитилі де кішкентай болып тұрған болса, мынау жасылдың денесінен аласыздар да сіздер. Мына қызылдың фитиліне дейін апарып, мына осылай сызсаңыздар болады. Есіне зонасын. Мынау бізде бағытты түсіретін есіне зонасын сыздым қазір мен. Бізде бағытты түсіретін есіне, мынау былайша айтқан уақытында не деп қойсақ болады? Resistant десек болады мынаны. Resistant. Мына resistant болады да, бағытты түсіреді. Енді бізде бағытты көтеретін есіне зонасы мынау болады. Мына жасыл мен қызыл тұр ғой. Сол қайсының фитилі ұзын, соның фитилін аламыз есіне зонаны. Бізде бұл не деді? Саппорт болады біз. Бізде бұл саппорт болады. Мынаге саппорт деп жазайық. Мына саппорт болады бұл. Мынаны кішірейтеміз. Мына осыны мына қарай біз созатын болсақ, именно жоғарғы нүктеге дейін барады бұл. Мына жақта жоғарғы нүкте бар ғой. Мына жоғарғы нүкте. Жоғарғы нүкте тура келеді. Көрдіңіздер ме? Енді үстіп бағытты түсіретін менен бағытты көтеретін зонаны үстіп сызып аламыз. Сосын 1 сағатқа өтеміз. 1 сағатта мына жаңағы сызылған есіне зонасы бар ғой, соны турлаймыз. Мынаны былайша айтқан уақытта кішірейтеміз. Болды. Именно не істеді? Осы есіне зонаға келді. СНР зонасынан құлады. Міне 1 сағаттық бойынша. Міне көрдіңіздер ме? Міне үстіп сызып шығамыз есіне зонасын. Сосын мына жерде бізде тағы бір есіне зонасы бар. Мына қызыл мен жасыл тұр ғой. Көтеретін, бағытты көтеретін мына зона бар. Міне қайдан қайтып кетті деген уақытта именно осы зонадан бұл келді. Бағыт өсті, мысалға, қайтадан түсті, қайтадан көтерілді, қайтып түсті. Именно осы жерден, мысалға, 4311-ден бұл баға қайтадан көтерілді. Үстіп сызып аламыз. Кейін 30 минутқа өтеміз. 30 минуттағы СНР зоналарын турлап шығамыз қайтадан. Дұрыс сызылды ма, дұрыс сызылмады ма деген сияқты. Дұрыстап шығамыз. Кішіреді ғой 30 минутта. Әр таймфреймнің өзінің СНР зоналары болады. Мыналарды кішірейтеміз. Көрдіңіздер ме? СНР зонасы болады. Именно сол СНР зоналардан қайтып кетеді. Қазір мына жерде не үшін қайтып кетті? Мына жерде СНР зонасы бар. Қызыл менен жасыл бағытты көтеретін СНР зонасы бар. Барды, бұза алмады, қайтадан түсті, қайтадан осыған ретест берді да, қайтадан түсіп келіп отыр. Қазір қайта ретест берді. Если бұза алмайтын болса, қайтадан бұл түседі. Міне, 30 минутқа кіреміз. Одан кейін 15 минутқа кіреміз. Әр таймфреймнің өзінің СНР зонасы болады. Сол СНР зонасын сызып алып, сол СНР зонасы бойынша ұстап отырсаңыздар болады. Маркетті қайерден қайерге барып жатыр, қайерден қайерге түсіп жатыр деген сияқты да. Болды, дұрыс болды. Енді 5 минутқа көшейік. 5 минутта біздің жағдай қандай болып жатыр?
5 минутта. Бізде алдыңғы бірінші өткен сабағымда бар. Мысалы, не қылды? Жаңартты, жоғарғы, төмен, жоғарғы, төмен. Мына жерде бізде қазір жоғарғы. Міне, бүйтіп сызып аласыздар. Жоғарғы нүкте. Осыны біз өткен жақпенен қарайтын болсақ, именно осы жоғарғы нүктеге тура келеді болды. Мынаны бүйтіп созатын болсақ, сол жерден бұл қайтып кетті. Енді қазір сол неден қайтып түсіп жатыр. Мысалға, мына жақта сызған зоналар міне. Көрдіңіздер ме? Келген, міне. Именно зонаны бұза алмаған, 4 сағаттағы бізге сызған зонамыз еді. 4 сағатта зонаны бұза алмай, бұл жоғарыға кетті. Қайттан келіп, қайттан кетті. Міне. Қай күндері? Мысалға, 2 январь күндері. Бұл не жерден құлады? Не үшін құлады бұл жерден? SN зонасы бар, сол үшін құлады. Мысалы, 1 минуттық SN зона бойынша бүйтіп саламыз. 1 минуттық SN зонаны, міне. Именно SN зонасы жоғарғы нүктеден сызылады. Міне, осы жер бар, и потом мынаны мына жаққа сызсақ та болады, міне. Именно қай жерден қайтқанда, мына жоғарғы нүкте. Фитиль тимей түсіп кеткен жүр. Көрдіңіздер ме? Именно осы жоғарғы нүктеден бұл қайтқан. Содан не істеген бұл? Толық түсіп берген, и мына жердегі зонаны бұзамады да, қайтып бұл жоғарыға көтерілді. Тура SN зонасын, осы SN зонаның арасында біраз жүріп қалды бұл. Лонгқа бұза алмай, шортқа бұза алмай, консолидация дейді бұны. Жүріп қалған жерді консолидация деп атаймыз. Кейін қайтадан көтерілді, мына жерден құлады. Не үшін ол құлады? Мына жақта бір зона бар да, содан кейін құлады бұл. Қазір көрсетемін. Міне. Осы SN зонаны бұза алмады да, мына қарамен сызып қойған SN зонасы. SN зонаны бұза алмады да, қайтадан түсті бұл. Қайтадан түсті да, мына жердегі зонаны SN зонаны бұза алмады да, бұзған сияқты болып көрінді, бірақ қайтып жоғары қарай көтеріліп кетті. Міне, көрдіңіздер? Мына SN зонаның ішінде біраз жүріп қалды бұл, консолидация ұстап жүріп қалды. И потом не істеді? Келді, қайтадан SN зонадан фитильден тасап, осы жерден көтеріліп кетті. Міне. Міне. Мысалы, осы жерден сіздер алған болсаңыздар, мысалы, осы жерден алдық дейік, мысалы, 44-47-ден свеча біткен кезде, осы свеча біткеннен кейін сіздер Fibonacci аласыздар да, бұлай тартасыздар. Бұлай тартқан кезіңізде не істеді? 1.618 зонаны алып берді. Міне. Қаласаңыз 1.618 зонаны ұстайсыз, қаласаңыз мына тұр ғой SN зонасы, соға дейін ұстасаңыз болады, 4473-ге дейін ұстасаңыз болады. Қайты сол 4473-тен бұл құлады, мына жерге дейін құлады да, мынаған жетер-жетпес қайтып көтерілді. Ол қайттан құлады жеді. Мына жоғарыдағы резистент бізде бағаны түсіреді да, мына саппорт, асты тұрған саппорттар бағаны бізде көтереді. Міне, көрдіңіздер ме? Именно сол SN зона бойынша жүріп жатыр бұл қазір. Қазір бұл мына жерден көтерілді. Енді бұл мына жақтан түсіп жатыр. Мысалға 4473-тен бұл түсіп жатыр баға. Қай жерге дейін түседі мысалға? Бүйтіп қарайсыздар, өткен жақпенен де жоғарғы нүкте қай жерде бар деп. Жоғарғы нүктені сызамыз біз. Басқа жерде сызбаймыз. Өтіп кеткен жақта жоғарғы нүкте не жерде бар? Жоқ, бұл жер емес. Жоғарғы нүкте мынау. Сосын не жоғарғы деген нүкте, дұрыс екен. Мына жер жоғарғы нүкте бар. Именно төменгі жоғарғыдан төменгіні бұзды, жоғарғы нүкте болып есептеледі. Міне. Көрдіңіздер ме? Бүйтіп қарасаңыздар қиын сияқты, бірақ сол зонамен зона жүріп берген ғой, міне. Сол SN зонаны бұзған, мына жерде не үшін қайтып кетті? Ол жерде де бір зона бар, мысалға. Міне. Бір жоғарғы нүкте бар. Сосын бұза алмай, бұл қайтадан түсіп кетті. Жоғарғы нүктелерді сызып шығайық, қазір. Сол кезде мәлім болады. Мынау жоғарғы екен. Мына нүкте жоғарғы нүкте. Мына жоғарғы нүкте. Одан кейін мына жоғарғы нүкте есептелінеді.
осы жоғарғы нүктелерді үйтіп сызып аласыздар. Басында қиын болуы мүмкін. Осыны видеоны тоқтатып қойып қарасаңыздар, міне осының ішінен жүріп берген ғой. Басқа ешқайда кетпейді. Осының ішінен жүреді, осының ішінен түседі, міне бағыт. Қайттан көтеріледі. Зонадан зонаға деген осы. Есеней зонадан зонаға. Міне тура есеней зонадан келді, түсті, құлады. Қайтып есеней зонадан көтерілді. Міне 4499 көрдіңіздер ме? Тура жаңа аяқтан сыздым ғой. Тура сол есеней зонадан бұл құлап түсті міне. Көрдіңіздер ме? Қазір мына жерде не үшін қайтып жатыр, не бұзамай жатыр? Өйткені мына жерде де жоғарғы нүкте бар. Міне. Мына тұр ғой, жоғарғы нүкте. Осы есеней зонасы тұр міне. Осы есеней зонаны бұзамай жатыр бұл. Есеней зонаны бұзса, қайтып төменге кетеді. Есеней зонаны бұзамай ма, қайтып жоғарыға кетеді. Тура үстіп зона мен зона жұмыс жасай бересіздер. Мысалға үстіп сызып қойдыңыз. Нерден тренд линия аласыз, тренд линия бүйтіп сыза саласыз. Сөйтесізді не істеді ол? Тренд линияны бұзды. Сол бұзған жерден сіз Фибоначчи тарта саласыз міне. Былай Фибоначчи тартамыз. Міне 1618 зонаны алып берді. Бұл қайттан келеді. Қайттан келсе, дәлевкі зонаға 05-04-18 зонаға келу керек. Бұл қайттан келіп осы жерден есеней зонасы бар. Если бұзса кетеді төмен қарай. Бұзалмаса қайтып осы жерден жоғарыға көтеріледі. Жоғарыға көтерген кезде де мына жерде есеней зонасы бар. Осы есеней зонаны бұзу керек ол үшін. Көтерілу үшінші. Үстіп жұмыс жасай бересіздер. Тренд линия мен есенейді, Фибоначчиді біріктіріп, осылай жұмыс жасай бересіздер. Сіздерге қайырлы білім болсын. Подписаться етіп, комментарий жазыңыздар. Келесінде қандай сабақ түсіргенді қалайсыздар сол туралы.